Заводты түсіреміз. Мына қырдың төбесіне шығайық та. 89-дан басталды ғой негізі. Тоқыры замандар болды. Ашашылық болып кетуге сәл қалды. Бәрібір де әйтеуір. Магазиндерде очередьке тұрып, нанға, сондай тамаққа. Талонмен ба? Иә, талонмен. Сосын жаңағы газ болмады. Свет болмады, сонда қандай бәрінен де осы қалада тұратындарға өте қиын болды. Потолоктарға шығып тамақ істеп жатты ғой қалада. Орын алдында, подъезд. Мен Мамырұлы Сапарбек. Мұны Қарақыстау ауылында туып өскенбіз. Қарапайым отбасында. Отбасымызда 9 жанбыз. Мұны кішкентайымыздан Құдай деп өстік, өйткені молданың немересі болғандықтан Құдайды қастерлейтін отбасы болғанбыз. Бірақ Құдайды қастерлегенде Құдай деп айтқан үшін Құдайды танымай жүрдік. Өсе келіп отбасы құрдық, бала-шаға сүйгеннен кейін енді қандай болды? Өміріміз қиыншылыққа толы болды. Азғырылып, шайтан жетегінде жүрдік. Сол шайтан жаман солына елігіп, отбасымызды қандай ауыр азапқа душар еттік. Міне күндердің күнінде дүние келген сәбиімізде осы дүниеден өткеннен кейін есімізді жинап, Құдай деп Құдай жолына түсіп, намаз оқуға, намазға жығылдық дегенде, сол күндердің күнінде сол қызымыздың сол өлімі арқылы біз Құдайға бет бұрдық сонда. Қазір машина алып шығайын. Қай балдарды? Жүре берсін. 91 жылы бір Асқат деген баламыз болған болды. 7 жасқа жетпей қайтыс болды. Одан кейін 93 жылға бір қызым болды, Ақбота деген, Ақбөпе деген. Ол сонда бірінен кейін бір қайтыс болды, содан кейін бізге қиыншылық келе бастады. Содан кейін Құдайды іздей бастады. Денсаулық болмады. Енді анасы бірінен кейін бір өлгеннен кейін ата-анаға өте ауыр ғой енді ол нәрсе деген. Бауырыңды үңірейтіп алып тастағаннан бір дейді. Сол кезде қайғырып кетейік дедік қой, ол кезде тәтелерін жақсы ішетін. Какой-то бір шиша араққа болады, таяқ жеген уақыттарымыз болды ғой. Сонда білмейді ғой көзі не істеп жатқанын. Есікте жатқан баланы да лақтырып жіберген күндері болды. Сол қыздың бір жері үзіліп кетті ме деп өзім ойлаймын де. Содан кейін қайтыс болды ғой ол. Бір шиша араққа бұла, шаштан бұрап тұрып ұрған уақыттарда болды. Содан енді жүрек ауру да болдық, басқа да болдық. Содан жаңағыда енді біздің іздейтініміз мына әруақ болып кетті ғой, әруаққа табынсақ әйтеуір тыныштық келе ма, мына үйге әйтеуір берекеміз кіре ма деп мен деген өстіп әруаққа табынып тау-тас аралап кеттім. Сонда үйде тыныштық болған жоқ, үйде осындай әртүрлі атмосфера болды. Иә, сонда. Шешімі ретінде сіздер неге бардыңыздар, әулиесіне бар іздедіңіз? Әулие аралап кеттім. Мен өз басым әулие аралап кеттім. Папамызға бәрібір болды. Мен сол енді Құдай қайықтасын дедім ғой. Құдай қайықтасын. Мынау өмір қандай өмір болып кетті өзі. Не ішіп, тамаққа тоймайсың, не киім жоқ, балдардың жүрісі мынау. Папамыздың жүрісі мынау. Бұл қандай тірлік болды, не өмір болды деп сонда действительно Құдайды іздедім ғой сол кезде. Бір Қызылкүл деген апам болды, тәуіп апам. Ең бірінші сол кісіге барғам, қатты ауырдым. Сөйтіп сол кісі негізі қара кіші өзіне айландыра береді деген сол ғой. Ойға барып өзінше самовнушение болып кішкене тәуір боласың да үйге келесің, қайттан ауырасың, қайттан барасың. Ойбай сен үйтуің керексің, сен бүйтуің керексің дейді. Оған үйтетін мысалға қаражат жоқ, басқа жоқ. Сенетін бір Құдай. Ол Құдайдың бәрі қаяқта, таста, тауда, талда деп ойлайтын. Сөйтіп біраз уақыт сандалып жүрдік қой. Құдайға шүкір, осы Айкүл бауырым арқылы Құдайдың сөзі келді маған. Қауым бойынша сенады екен сөйтсем. Постоянно воскресенье күні өтеді үйге осы қарай. Бұл өзі мясокомбинатта жұмыс істеген.
ақшасы көп, воскресенье сайын базар аралап келеді ғой деп ойлап отыратынмын. Сөйтсем бұл қауымға барады екен. Қауымға барып бір жылдай бізге біздің отбасымыз үшін дұға етеді екен да. Содан Құдай өзі үшін бір соншалықты Құдай тыныштық берді сол кезде. Осыған бір қарсы да шыққан жоқпын. Құдай жүрегімді сол бір жылдың ішінде дайындап қойған екен де мені. Кітабында оқыдым, брошюркалар әкеп берді. Олардың бәрі жағады жүрегіме майдай. Бір жүрегім тынышталғанда бір енді ешкімді көрмеймін, тек қана өзім бір Құдайменен сөйлесем да, шынымен сен бар екенсің ғой деп. Мына айналадағы болып жатқан, папамыздың ішіп келіп жүрген бәрі әсер етпейді ғой сонда. Ешқандай әсер етпейді. Қауымға барып, Құдайға шүкір тәубеге келдім. Енді қиыншылықтар, конечно, өте өзім жаңағы асқазаныма жара түсіп ауырдым. Сүйектерім қисайып ауырдым. Папамыздың ол кезде ақшасы көп, даже апармаған Ташкентіне апарып тұрып емдетті мені. Сол кезде. Ояқтан келгеннен кейін, Құдайға шүкір, осы 97 жылдары Құдайдың сөзі келді. Құдай бізді тапты ғой, біз емес, Құдай бізді іздеп тапты. Өйткені біздің зар еңіреген даусымызды Құдай естіп, біздің отбасымызға келді ғой. Әулие-әулиелерді араладық. Бірақ жүрегімізде ешқандай жұбаныш болмады, қуаныш та болмады. Бірақ осы жұбайымыз аман болсын деп, соның айтқанына көніп жүрдік қой. Қай жаққа бармасын, сынау Ташкентке шейін бардық. Әулие-әулиені аралап. Бірақ ақша да таптық. Ақша тапқанда да қалай келді, солай кеткенде түсінбедік. Бірақ осының бәрі бұл өмірдің қызы екен деп жүрсек те, бірақ шын мәнінде ол азапқа толы өмір болды енді. Бір ұлы кетті, бір қыз кетті дүниеден өткеннен кейін. Айтгүл деген қыз бізге осы Тойгүлге не беріп жүрген екен ғой мынандай. Кітап. Сол Құдай сөзін айтып жүрген уақыт болды. Сол айтып жүргенде, енді мен шын мәнісінде, шын негізінде сол кемпірім сол ауырып, сол өлмесе екен деген болды, өліп қалмаса екен деген мақсатпенен қай жаққа барса да мен оған жолында бөгет болмай баруына кедергі жасаған жоқпын ғой. Сөйтіп 97 жылы бұл Тойгүл қызың соқ тәубе етті, Исаны қабылдады. Исаны қабылдағаннан кейін бір жыл өткеннен кейін сонда ғана маған айтты ғой. Қазір жүрегім қуанышқа толы, өзіңде көріп атсын. Мен Иса Мәсіхті құтқарушы Құдайым деп қабылдады ғой. Сонда да мен оған былай айттым, мен саған Құдай, бір Құдай, мен сенің жолыңа ешқандай кедергі болмаймын. Жүрегің қай жерден жұбаныш тапса, сол жерге бара бер дедім. Міне содан жүрді ғой. Содан ол Иса Мәсіхте жүрді, мен өз жолымен жүрдім. Ішкілікке салынды, елді іштік, ақша да таптық. Осы дүниенің қызықшылығыменен, алдау арбауыменен алданып жүре беріппіз. Сол қызымыз шетінегеннен кейін, қызымыз сол Ақбөпе деген қызымыз шетінегеннен кейін, шын жүректен Құдайды іздегенімізде сол Құдайдың өзі тапқан екен ғой бізді. Құдайдың өзі тауып. Сол қиыншылық бермесе ешкімде Құдайды іздемейді ғой. Мәне сол қиыншылығына да рахмет. Барлық үшін рахмет айтуымыз керек қой. Мәне осы Иса Мәсіх өзі бізді тауып алып, өзін сөз арқылы, өзін көрсетті, қандай екенін, ол бүткіл адамзаттың күнәсін кешіргенін, құнын өтеуші құрбандық екенін түсіне біліп, Исаны жаратушы, құтқарушы Құдайым деп қабылдадық қой. Мәне Құдайға шүкір, бұл 87 жылы, 88 февральде сөйтіп бауырлардың алдына шығып, мен тәубе еттім ғой. 88 жылы. 98 деппін ғой. 98 жылы. Февральдің 22-сі ме енді есімде жоқ оны. Айымен. Февраль айында едім. Мен содан бері Құдайға шүкір, Құдайменен біргеміз.
иә біз Иса Мәсихті қабылдаған екен, олар бізді шынымен жек көрді. Мына туған бауырыңмен араласпағаны өте қиын екен, ол қиыншылық солы. Мына бірге туғаныңмен де, бірақ бірге араласып, бірде араласып құрласпаған екен. Міне қиыншылық осы. Бір қанша жылдай жүрдік? Бір 7-8 жылдай жүрдік араласпай. 2011-де бала үйленді, почти 10 жылдай жүрдік. 2000 бала мына Жомартымыз үйленгенде Құдай олардың өзі алып келіп, сол ынтымақты біздің ынтымағымызбен ауызбіршілігімізді нығайтты. Міне осы қиыншылық 10 жылға шейін көрдік. Араласпайдық. Бір-бірімізді шақырмаймыз, бір-бірімізді көшеде көрсек, жаңа теріс қарап өтетін тұғымыз. Міне қиыншылық осы. Енді Құдай сол осы 10 жылдан асық бізге Құдай шыдамдылық, төзімділік берген үшін ризашылығымызды білдіреміз. Иә, осы қиыншылыққа шыдамай қаншама кетіп қалған бауырлар да болды. Енді ондай кезде бізге де ондай ой туды негізінде. Бәрін қойып бауырларымызбен араласақ па деген барлығын ғой. Бірақ Құдай еститін осы ауылда бір өзіміз-ақ қалдық. Ешкім кірмейді үйге. Міне қиыншылығы сол. Біреу сәлеміңді алмайды, үйге кіріп біреу су іш десең, даже су ішпейтін тұғын. Қарсы болған. Ішіп жүрген дұрыс еді, бұл сапардың бүйтіп, дінін сатқанша ішіп жүрген жақсы еді. Сондай жаман қатты сөздер айтқанбыз негізі. Туған туысқаныңмен араласпағаның қиын. Міне осы қиыншылық. Бірақ осы Құдай өзі алып шығып, өзі татуластырды бізді. Міне қиыншылығымыз сол. 10 жылдан асықтай болдық. Тек қана жұмысқа барамыз, келеміз, осы үйде боламыз. Еш жаққа араласпайсың, ешкім шақырмайды, анау көршің даже Құдай істеп жатса, оған бармай шақырмайды жаңағы. Қиналатының сол екен жаңағы. Қиыншылық дегеніміз осы екен. Бірақ Құдай бәрінен алып шықты, рахмет Құдайға. Қазір араласамыз, құрласамыз, қазір. Міне, Құдайға рахмет. Міне содан бері Құдаймен бірге болып, Құдайға қызмет етіп жүрміз, отбасымызбен бірге.